Сәлем бәріңізге, менің каналымда осы видеоны көріп отырған барлық көрермендерге қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі менің кішкене қысқаша сабағым ол кошачий глаз лагмен жасалатын дизайнға арналатын болады. Кошачий глаз лагын қолданған кезде бізге міндетті түрде магнит керек. Сол магнитпен қалай жұмыс істеу керек және бір магниттің көмегімен бірнеше узорды қалай шығарамыз, оңай және де әдемі дизайндарды шығарудың жолдарын көрсететін боламыз. Ендеше бастайық, кеттік. Мендегі жасыл түсті кошачий глазбен сіздерге алдымен магнитпен тарту жолдарын көрсете кетейін. Бұл бір сызықты магнит, яғни магнитті тырнақтың бетіне түзу ұстасаңыз, міне осындай узор бір сызық шығады. Енді мен сіздерге тырнақтың төрт жағынан тарту арқылы узор салуды көрсетейін. Внимательно қарап отырсаңыздар, тырнақтың бетіне магнитті қойсаңыздар, әр жағынан темірдің бөлшектері жылжиды. Итеруіңізге қарай міне көріп тұрсыздар ма? Сол кезде 5-ті және 9-ті кошачий глаздарының узорлары беріледі. Неге ойнап тұрады, ішіндегі барлық түстері көрініп. Одан кейінгі келесі дөңгелек жағымен сіздерге көрсетейін. Дөңгелек жағымен де өте әдемі шығады, бірақ мен бұл дөңгелек жағымен узорларды көбіне ұзын тырнақтарға қолданамын. Ендігі келесі розовый кошачий глазға магнит тарту арқылы қалай әдемі узорлар жасаймыз, соны көрсетейін. Алдымен дөңгелек жағымен тартсақ, міне бұл 5-ті кошачий глаздар, сондықтан осындай узор беріп тұр. 9-ті болса, ішінде бірнеше түс көрінеді. Осы қалыпта қалдырамыз және келесіге көшеміз. Осы көк түсті кошачий глазбен қазір қалай 2 сызық салып және ортасында 3-ші түсті алуға болатынын көрсетемін. Как обычно, магнитті түзу ұстап бір сызық салып аламыз. Бір кептіріп, полимеризациядан кейін тағы 2-ші слой кошачий глазды міне жақтық. Енді 2-ші рет басқа жағынан қоямыз магнитті. Міне магнит пен тырнақтың арасы 5 мм-дей болу керек. Сол кезде көріп тұрғандарыңызда міне 2 сызық шықты және ортасында 3-ші оранжевый түсті байқап тұрсыздар. Бұл синий 9-ті кошачий глаз. 9-ті кошачий глаз осындай бірнеше түс қатарынан береді. Көк түсті кошачий глазға енді қалай іші ойнап тұратын және бірнеше түс көрсететін кошачий глаз жасау керекін көрсетіп жатырмын. Ол үшін тырнақты төрт жағынан тартып, өзіміз бақылай отырып, әдемі узор шыққанын қадағалаймыз. Әдемі узор шыққаннан кейін полимеризацияға жібере берсеңіз болады. Енді осы жасалған кошачий глаз дизайндарды біз осылай қарапайым қалдырмай, оның бетіне биылғы 2022 жылғы дизайнды араластыра отырып, жолбарыстың жаңағы терісіндегі узорларды сызайық. Сол кезде біз кішкене ерекшелік жасаймыз. Сол кезде бетінде жолбарыстың узорлары тұрады да, астында кошачий глаз ойнап тұрады. Келесі дизайн кошачий глаз лагымен 2 түсті араластыру арқылы жасалынады. Ол үшін видеода көрсетілгендей кезек-кезек бір түсті лакты алдымен жағып алып, магнитпен ұнаған рисункыңыз бойынша тартып, полимеризацияға жібересіз. Полимеризациядан соң 2-ші түс кошачий глаз лагын алып, ортасындағы бос кеңістіктерді толтырасыз да, магнитпен тартып, оны да полимеризацияға жібересіз және де алған результатты топпен бекітесіз. Сол кезде қарағанда қолыңызды қозғалтқан кезде іші ойнап, 2 түсті сіз байқайсыз. Өте ерекше дизайн, байқап көріңіз. Неге қыздар кошачий глазды қолданып, осында неше түрлі дизайндар жасауға болады екен. Кошачий глазға біз міндетті түрде магнитик қолданамыз. Видеода байқағандарыңыздай мен қолданған магнитик ол самый простой обычный магнитик. Ондай магниттің де неше түрлері болады. Және 2 магнит болса, сіз 2 жақтап магнитпен тартып, неше түрлі дизайндарды жасай аласыз. Бұл мен қазір
кішкене ғана бөлігі көрсетіп тұрған. Мына жерде менде барлық палитра бойынша кошачий глаздар көріп тұрғандарыңыздай магнитпен тартсаңыздар да тартпасаңыздар да 2D, 3D, 9D, 5D деген сияқты түрлеріне қарай кошачий глаздарды магнитпен тартқан кезде осындай неше түрлі узорлар алуға болады. Красный, синий, хамелеон. Қыздар, сіздерге көрсеткен кошачий глазбен және магнитпен жасалатын дизайн түрлері сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бұл деген өте кішкентай ғана бөлшегі. Сіз өзіңіздің фантазияңызды қосу арқылы бір кошачий глазбен, бір магнитпен неше түрлі дизайндарды жасауыңызға болады. Және де мен сіздермен өзімнің тағы да неше түрлі қызықты жасалған дизайндармен қазір бөлісемін. Осы видеоның соңында көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, менімен болыңыздар. Алда әлі жаңа видеолар шығатын болады. Сау болыңыздар. Сіздерге қосымша көрсеткім келген менің дизайндарым жасалған. Мынау стразы, бөлігі, камуфлупики, амбреге түскен стразы, французский стемпикпен, и мынау рисунок қолдан салынған. Бұл слайдер дайын. Бұл жаңағы 3D формадағы дизайн түрлері. Беременяшка тоже 3D формадағы. Одан кейін қазіргі бас жылына арналған дизайндардың түрі матовый покрытияда. Одан кейін биылғы шыққан тоже 2021-дің хиті дизайнның түрі миндальная формаға салынған, французскиймен аяқталған. Және де 2021 жылдың тағы бір хит дизайны. Акварельная техника деп айтады бұны. Мрамор деп айтамыз да, тоже 3D вариантта. И бұл французский сразу покрытиясымен бірге жасалған, қосылып жасалған, яғни бөлек салынбаған, бірге жасалған. Және де бұл биылғы тоже бас жылына арналған дизайнның түрі. Алдағы уақытта осындай дизайндарды қалай жасау керек сіздерге көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар.